Hello everyone, how's it going? Welcome back to my channel. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен біз ағылшын тілінің грамматикасына арналған екінші тегін онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып өте қызықты, және де бүгінгі талқылайтын шағымыз өте жиі қолданылатын шақтардың бірі. Егер де сіздер дайын болсаңыздар, кеттік. Бүгінгі сабақ present simpleге арналады. Present simple дегеніміз не? Present simple қазақшаға ауыспалы осы шақ немесе жай осы шақ болып аударылады. Яғни не істейді, не істеймін, не істейміз деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Present simple көп жағдайда қандай да бір іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Бірақ ол іс-әрекеттер күнде қайталана беру керек, үнемі әрдайым жасалына беру керек, және де қандай да бір фактілерді, табиғи заңдылықтарды сипаттаған кезде қолданамыз. Яғни present simple күнделікті қайталана беретін іс-әрекеттерімізді айтқан кезде қолданылады. Мысалдарға көңіл бөлейік. Alex is a bus driver, but now he's in bed asleep. He's not driving a bus, he's asleep. Алекс автобус жүргізушісі. Бірақ ол қазір ұйықтауда, бірақ ол қазір ұйықтап жатыр. Ол тап қазір, ол нақ осы шақта автобусты айдап жатқан жоқ. Ол қазір ұйықтауда, ол ұйықтап жатыр. But he drives a bus. Бірақ ол автобус айдайды, автобусты жүргізеді. He is a bus driver. Ол автобус жүргізушісі. Бұл мысалдардағы he drives a bus дәл осы present simple арқылы жасалынып тұр. Яғни негізгі етістік арқылы жасалынып тұр. He drives a bus. Яғни Алекс әрдайым автобус айдайды, жүргізеді, өйткені ол оның жұмысы болғандықтан ол күн сайын сол автобусты айдап жүреді. Енді present simple болымды сөйлемдерде қалай жасалады? Болымды сөйлемдерде біз көбінесе бірінші орынға зат есім немесе есімдікті қоямыз. Яғни I, we, you, they. Одан кейін барып етістік, яғни негізгі етістік тұрады. Сонда I drive, we work, they do деген сияқты сөйлемдер шығады. Тек қана осы I, we, you, they есімдігімен тек қана біз етістікті қою керекпіз. Етістікке ешқандай жалғауымызға болмайды. Ал келесі he, she, it деген есімдіктер олар сәл басқаша жасалады. He, she, it, яғни үшінші жақта ол қыз, ол жігіт, немесе қандай да бір жансыз нәрсе туралы айтқан кезімізде, біз осы he, she, it-тен кейін екінші орынға етістікке s жалғауын, немесе es жалғауын жалғау керекпіз. Сонда бізде he drives, she works, it does деген сияқты сөйлемдер шығады. Ары қарай кеттік. We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. Яғни біз present simple'ды қандай да бір іс-әрекеттер үнемі болып жатса, және де ол сіздің іс-әрекеттеріңіз жасап жатқан, немесе біреудің жасап жатқан іс-әрекеттері қайталана берсе күнде, онда біз міндетті түрде present simple'ды қолдануымыз керек. Мысалға, nurses look after patients in hospitals. Медбикелер науқастарға ауруханаларда қарайды, олардың қамын жасайды. Мысалға, медбикелердің бұл жұмысы, олар үнемі сол науқастарға қарайды.
және де ол қайталана береді. Күнде қайталана беретін іс-әрекет. Немесе the earth goes around the sun. Жер күнді айналады. Бұл табиғи заңдылық, оны ешқашанда біз өзгерте алмаймыз. Бұл қатып қалған заңдылық. Міне осындай табиғи қатып қалған заңдылықтарды сипаттаған кезде дәл осы present simple керек. The earth goes around the sun. Келесі. The cafe opens at 7:30 in the morning. Дәмхана немесе кафе күнде таңертең 7:30-да ашылады. Бұл қатып қалған заңдылық, бұл тәртіп. Күнде біздің дәмханамыз сағат 7:30-да таңертең ашық тұрады. Міне осы іс-әрекетті сипаттаған кезде біз міндетті түрде present simple'ды қолдануымыз керек. Сонда біз айтамыз I work, мен жұмыс істеймін, бірақ ол жұмыс істейді деп айту үшін біз не істейміз? Үшінші жақта he, she, it керек, бұл жерде. Егерде жігіт, мысалы, ер адам жұмыс істейтін болатын болса, he works деп айтамыз. Бірақ кейбір жаңағы біз es-ті қай кезде қолданамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол жерде бәрі оп-оңай. ch, sh, o, x деген әріптерге бітетін болса, сіздің етістігіңіз. Сол кезде міндетті түрде біз es-ті жалғау керекпіз сол етістіктен кейін. Мысалға, they teach. They teach өйткені I, we, you, they-ден кейін сразу біз етістікті қою керекпіз. Негізгі етістікті қою керекпіз. Ал бірақ my sister teaches. Teach одан кейін es қолданылады. Өйткені ол деген мағынаны беріп тұр. Сонымен қатар you go өйткені өге бүт тұрғаннан кейін ол it goes, she goes, he goes боп ауысады, яғни es жалғанады. Бұл жерде сонымен қатар өзгешесі I have. Менде бар. Ал егерде ол адамда бар дейтін болсақ, he has. Көріңіздер, бұл жерде өзгеріп кетеді. Түбімен өзгеріп кетеді. Міндетті түрде осыны естеріңізге сақтап алыңыздар. Келесі. We use do, does to make questions and negative sentences. Енді қазір біз сіздермен қалай осы present simple'да сұраулы сөйлем және болымсыз сөйлем жасауды үйренеміз. Бірінші сұраулы сөйлемнен бастайық. Present simple'да сұраулы сөйлем жасау үшін бізге екі көмекші керек. Бірінші көмекшіміз ол do, екіншісі does. Формула мынандай. Бірінші орында do, does тұрады. Одан кейін барып бастауыш немесе есімдік тұрады. Үшінші орында міндетті түрде негізгі етістік тұрады. Негізгі етістіктен кейін сразу сұрақ белгісін қоясыздар. Ешқандай жалғамайсыздар. Do көмекші етістігі I, we, you, they деген есімдіктермен дос. Яғни сіздер I, we, you, they деген есімдіктерге сұрақ қойғыларыңыз келсе, онда сіздер do-ды қолданасыздар. Do you work? Do they work? Do we work? Деген сияқты. Ал егерде, мысалға, іс-әрекетті ол жасап жатыр ма? Ол жұмыс істей ма? Ол айдай ма? Ол жүргізе ме? Ол жасай ма? Деген сияқты сұрақтарды ол деген есімдікке қойғымыз келсе, онда біз does деген көмекші етістікті бірінші орынға қоямыз. Сонда бізде does he work? Does she drive? Does she do? Деген сияқты сөйлемдер құрастырылады. Ары қарай кеттік. Енді болымсыз сөйлемдердің жасалуына көңіл бөлеміз. Болымсыз сөздер өте оңай жасалады. I, we, you, they есімдіктерінен кейін міндетті түрде do not қысқарт айтқан кезде don't деген сөз қолданады. Do және not деген сөздің қосындысы. Сонда мен жұмыс істемеймін,
I don't work. Biz жұмыс істемейміз. We don't work. Олар жұмыс істемейді. They don't work болады. Келесі, енді he, she, itке келсек, бұл жерде енді бәрі түсінікті. Бізге қандай көмекші етістік керек? Әрине does деген көмекші етістік керек. Does деген көмекші етістікке біз not деген сөзді жалғаймыз. Сонда бізде doesn't деген сөз шығады. Сонда болымсыз сөйлем жасау үшін present simple'да he, she, it есімдіктерінен кейін doesn't дегенді қоямыз. Doesn't деген сөзді қойып қана барып негізгі етістікті қоямыз. Негізгі етістікке еш нәрсе жалғамаймыз. Сонда ол жұмыс істемейді. He doesn't work. Ол машина айдамайды, немесе көлік айдамайды. She doesn't drive. Деген сияқты сөйлемдер шығады. Келесі мысалдарға көңіл бөлейік. I come from Canada. Where do you come from? Мен Канададанмын. Сен қай жерден боласың? Сен қайдансың? I come from Canada. Бұл жерде де present simple. Енді келесі where do you come from? Сұраулы сөйлем. Бұл жерде өздеріңіз байқап тұрсаңыздар where деген сұраулы, арнайы сұраулы сөз тұр. Where, why, what деген арнайы сұраулы сөздер бар. Сол бірінші орында тұрады, егерде сөйлемдеріңізде неге, қашан, кім, не деген сияқты сұраулы сөздерден басталатын болса сөйлемдеріңіз. Толығырақ бұл туралы менде бір бөлек видео бар. Кейін инфобокстан тауып аласыздар, сілтемесін қойып қоямын. Сонда бізде where do you come from? Көрдіңіздер ме? Where арнайы сұраулы сөз бірінші орында тұр. Одан кейін бәрі формула бойынша бірінші do'ды қоямыз. Одан кейін барып есімдік, есімдіктен кейін барып етістік тұрады. Ол қатып қалған заңдылық осы тізбектерді сақтау керекпіз. Әр қайсысы өз орнымен тұру керек. Ағылшын тілінде етістікті алдына, есімдікті немесе соңына қойып жіберуге болмайды. Мысалға, орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, біз ауыстыра береміз сөздердің орнын. Бірақ ағылшын тілінде қатып қалған сөздердің орындары болады. Сол сөздердің орындарын біз сақтау керекпіз міндетті түрде. Енді келесі болымсыз сөйлемді тоқталып кетейік. Мысалға, rice doesn't grow in cold climates. Күріш суық климатты жерлерде өспейді. Doesn't grow. Rice doesn't grow. Күріш саналмайды, сондықтан да біз doesn't дегенді қолданып тұрмыз. Rice doesn't grow. Өспейді. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі ары қарай кеттік. In the following examples, do is also the main verb. Бірақ кейбір сөйлемдерде do тек қана көмекші сөздің қызметін ғана атқарып қоймай, ол сонымен қатар кәдімгі нағыз негізгі етістік болып қолданыла береді. Мысалға, what do you do? Сіз немен айналысасыз? I work in a shop. Мен магазинде жұмыс істеймін. What do you do? What это? Кешіріңіздер. Бұл бізде сұраулы сөз, арнайы сұраулы сөз. Ал do бұл жерде көмекші етістік. You бізде есімдік, ал do бізде кәдімгі негізгі етістік. Көбісі дұрыс аудармайды. Мысалға, what do'ды бір бөлек do деп жасаймын, сен жасайсың деп аударады, бірақ ол бізде дұрыс емес. Ары қарай, he's always so lazy. He doesn't do anything to help. Ол сондай жалқау адам. Ол көмектесу үшін еш нәрсе жасамайды. He doesn't do anything to help. Көрдіңіздер ме, бұл жерде doesn't деген жаңағы болымсыз сөйлем жасаудың сөздері тұр. Doesn't, одан кейін do кәдімгі етістік. Бұл жері енді түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. We use the present simple to say how often we do things.
Сонымен қатар present simple'ды қандай да бір іс-әрекеттерді қаншалықты жиі мысалға болып жатқанын сипаттау үшін қолданамыз. Және ол іс-әрекеттер қаншалықты жиі жасаймыз, сол туралы айту үшін қолданамыз. Мысалға, I get up at 8 o'clock every morning. Мен таңертең, күнде таңертең сағат 8-де тұрамын. Қатып қалған заңдылық өте жиі қолданылады. Өте жиі күнде ол адам сағат 8-де тұрады. Немесе, How often do you go to the dentist? Сіз тіс дәрігеріне қаншалықты жиі барасыз? Қаншалықты жиі барасыз? How often do you go to the dentist? Түсінікті деп ойлаймын, қандай да бір іс-әрекет қаншалықты жиі болып жатқанын білу үшін міндетті түрде сіздер present simple'ды қолдану керексіздер. Әрі қарай кеттік. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say, I promise. When you suggest something, you can say, I suggest. Кейде біз бір қандай да бір заттарды немесе іс-әрекетті жасау алдын бір нәрсе айтып барып жасаймыз, иә? Енді ол бәрі мағынасына, контекстке байланысты. Мысалға, егер де біз біреуге сөз беріп жатсақ, біз басында былай айтамыз. Мен сөз беремін, мен былай жасаймын деп айтамыз, иә? Немесе біз біреуге бір ұсыныс жасаған кезде, менің мынандай ұсынысым бар, мен саған ұсынамын, мынандай жасайықшы деп айтуымыз мүмкін. Дәл солай ағылшын тілінде де айта аламыз, және де сол сөздердің барлығы present simple'да тұру керек. Егер сіз тап қазір біреуге ұсыныс жасап жатсаңыз, тап қазір мен саған сөз беремін, тап қазір мен саған сөз беремін деп айтсаңыз да, оны сіз міндетті түрде present simple'да қолдану керексіз. Мысалға, тап қазір саған сөз беріп тұрмын ғой деп, көп адамдар present continuous'те жасап қояды. Сонда I am promising деп қате жасады. Бірақ ол өте үлкен қате. Мысалға, I promise, мен сөз беремін. I apologize, мен кешірім сұраймын деп ары қарай жалғастырып кетесіздер. I suggest, мен ұсынамын. I advise, мен кеңес беремін. I insist, мен талап етемін, солай жаса. I agree, мен келісемін сізбен, былай жасау керек деп ары қарай өзіңіздің әңгімеңізді жалғастыра бересіз. Және де осы сөздердің барлығы міндетті түрде present simple'да жасалуы керек. Мысалға, I promise, I won't be late. Мен саған сөз беремін, мен енді кешікпеймін деп айтуға болады. What do you suggest I do? I suggest that you... Арағай сөйлем жалғаса береді. Ал сен маған не ұсынасың? Мен не істеу керекпін сонда? Мен сенің ұсынысың бойынша мен не істеу керекпін? Деген сияқты сөйлемдер. Мен ұсынамын, сен былай да жаса деп ары қарай сөйлемді жалғастырып кетеміз. Міндетті түрде осы сөздерді жаттап алыңыздар. I promise, I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse деген сияқты сөздер міндетті түрде present simple'да болу керек. Ары қарай кеттік. Енді міне сабағымыздың соңында болып қалды. Енді practice time. Мына сөйлемдерді міндетті түрде аударып жазыңыздар, практика жасаңыздар. Қаншалықты түсіндіңіздер? Бірнеше рет қайтарып отырып көріп алыңыздар, егер де түсініксіз болып жатса, қандай да бір жерлері. Және де мына келесі сөйлемдерді міндетті түрде аударып, комментарийға жазып кетіңіздер. Егер де бір нәрселер түсініксіз болып жатса, онда жазыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Бірінші сөйлем: Алтынай орысша жақсы сөйлейді. Менің анам кофені жиі ішпейді. Оның ата-анасы Алматыда тұрады. Айжан күнде теннис ойнамайды. Самат ағылшынша жақсы сөйлей ме? Немесе Самат ағылшынша сөйлей ала ма? Сөйлей ме? Бұл сөйлемдердің барлығын present simple'да болымды сөйлем, болымсыз сөйлем және сұраулы сөйлемге аударып, жазып, практика жасаңыздар, сол кезде ғана естеріңізде қалады.
Үлкен рахмет соңына дейін көргендеріңізге. Егер де әлі де каналға жазылмаған болсаңыздар, каналға жазылыңыздар. Сіздерден лайк, комментарий күтемін. Келесі видеода кездескенше. Thanks for watching, guys. Bye.